Сәлем баршаңызға, менің арныма қош келдіңіздер. Бүгін біз чак-чак дайындаймыз. Ең алдымен сары майымызды ерітіп, массамызды дайындап бастаймыз. Ерітілген майымыз суығанша, жұмыртқамыздың үстінен шекер, тұз қосып араластырамыз. Шекері ерігенше жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыздың үстінен ерітілген суыған сары майымызды саламыз. Араластырып, оның 4-тен 3 бөлігін саламыз. 1 бөлігін алып қаламыз. Жұмсақ қамыр елеп, 10 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Тағы да қамырымызды елеп, бастырып қоямыз. Қамырымыз жып-жылтыр теп-тегіс болу керек. Қамырымызды 2-ге бөлеміз. Топ-томалақ етіп, әдемілеп жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Ұнымызды сеуіп, дәл видеодағыдай ұзынша етіп тураймыз. Қызып тұрған майымызға бір уыстан салып қуырамыз. Міндетті түрде араластырып тұру қажет. Енді сиропымызды дайындаймыз. 1 стакан шекеріміздің үстінен жарты стакан суымызды құйып, газға қоямыз. Қайнаған соң астын жай басып 15 минут қайнатамыз. 15 минут қайнап болған соң, кішкене ғана лимонный кислота қосып, 2 минут қайнатып жібереміз. Осымен сиропымыз дайын. Сиропымызды ыстықтай чак-чагымыздың үстінен құйып араластырамыз. Қажетті формамызды таңдап, үстінен дайын болған чак-чагымызды салып, қолымызды сулап, үстін басамыз. Формаға міндетті түрде пленка төсеңіздер, сол кезде жабыспайды. Салқын жерге 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің чак-чагымыз дайын.
Kanalga tirkelip, pikir kaldyryp, sizler de jasap görüňizler. As bolsun.